Ермек, тақтаға шық. Мына есепті шешіп бере ғой. Мен саған бір алма берем, одан кейін 2 алма берем, одан кейін тағы да 3 алма берсем, сонда қанша болады? Ойланып көр, Ермек. Жоқ, Ермек, мұқият тыңдашы. Мен саған бір күшік берсем, одан кейін 2 күшік берсем, одан кейін тағы да 3 күшік берсем, барлығы қанша күшік болады? 6. Жарайсың, дұрыс міне. Ал енді мен саған 1 алма берсем, одан кейін 2, одан кейін тағы да 3 алма берсем, сенде барлығы қанша алма болады? 7 дедім ғой. Қалайша 7 болады? Ой, ойланып көр, Ермек. Мен саған 1 алма берсем, одан кейін 2 алма берсем, ал одан кейін тағы да 3 алма берсем, сонда сенде қанша алма болады? 7 алма болады. Өйткені менің сөмкемде 1 алма бар.